Үш баласы бар, жағдайы төмен жалғыз басты ана баспаналы болды. Оған жаңа пәтердің кілтін Харекет қайырымдылық қорының өкілдері табыстады. Қала сыртындағы саяжайлардың бірін паналап отырған жанұя қоныс тойын тойлауға әзірленіп жатыр. Тілшілеріміз тағдырдың тәлкегін талай көрген отбасымен тілдесіп, қуанышына ортақтасып қайтты. Қымбат Сайталина 2008 жылы күйеуімен ажырасып, балалармен жалғыз қалады. Содан бері бауыр етіп перзенттерін жалғыз өзі өсіріп келеді. Тағдырдың тауқыметін тартқан азаматша 10 жылдан бері жатақханаларда, жалдамалы пәтерлерде тұрып келді. Үш балалы жалғыз басты ана кезінде амалдың жоқтығынан мына шағын ғана бір бөлмелі пәтерді паналаған. Дегенмен қысты күні ол жылымай әбден қиындық көріпті. Ақыр болмаған соң туыстары былтыр жазда келіп, мына үйді салып берген. Жаңадан салынса да шағын ғана бір бөлмелі баспана 4 адамға тарлық етеді. Одан қалды пеш жағу тағы бар. Жаңа үйдің кілтін табыстағанда келіншектің қуанышында шек болмады. Өйткені көптен бергі арманы орындалды. Мен шын керек әлі толық түсінбеген адам сияқты болып тұрмын, шын керек. Әлі сенбейді. Иә, ондай мүмкін емес сияқты ондай нәрсе. Шын керек ондайға соңғы жылдар енді болып жатыр ғой, көп жақсылық болып жатыр өмірімізде, бірақ әбден андайға үйреніп қалған ғой, ылғи жамандыққа. Бұндай болмайтын сияқты кішкене. Әлі қабылдап тұрған жоқпын. Шын керек. Сондай бір сезімдеміз енді. Осымен екінші жыл қатарынан жұмыс істеп келе жатқан Харекет қоры 9 отбасыға баспана сыйлап үлгерді. Тағы кезекте 20-ға жуық үй елмен тұр. Бұл әпкеміз туралы бізге ақпарат ең бірінші осы мектеп арқылы, Қазақ гимназия мектебінің әлеуметтік қызметкерлері арқылы және солар арқылы естіп, және қаламыздың ішкі саясат бөлімінен естіп, осы әпкемізді келдік, бір ай болған жоқ, тексеріп, құжаттарын барлығын қарадық. Біздің жалпы үйге, баспанаға шын мұқтаж екенін көріп, және де мынандай жағдайда көріп тұрғаннан кейін, біз Харекет қорының алқа мүшелерінің шешімімен осы әпкемізге кезекті баспананы сыйлауға шештік. Қымбат Сайдалинаның үлкен ұлы 16-да, кішісінің жасы 11-де. Олардың мектепте оқитын ескерген қайырымдылық қор өкілдері баспананы білім ошағының жанынан, нақтырақ айтса 19-шы шағын ауданнан алыпты. Енді сәтін салса, бақытты отбасы ертең жаңа үйлеріне қоныстанбақ. Нұрсұлтан Тілектесов, Самат Есенғалиев, жаңалықтар қызметі.